Бүгінгі сабаққа дайын болсақ күш болады. Ойымызды еркін айтып, және десіп жұмыс жасайтын болсақ екі айты. Бүгінгі сабақта топта бірлесіп жұмыс жасайтын болсақ үш шапалақ. Болды. Кетті. Ал şimdi сендерде пазл бар, сол пазлды қайсыз? Бұл қандай көлік түрі өздері айтады? Автобус. Бұны біз күнделікті өмірде пайдаланамыз ба? Иә. Мектепке барғанда қонаққа деген сияқты. Керемет. Бірінші топ. Бірінші топта қандай көлік түрі? Машине көлік, иә? Біз бұнымен қайда жылдам жете аламыз? Үйге жете аламыз, мектепке, жақсы, тағы да? Я басқа. Дұрыс, басқа қалаларға тез жетуге мүмкіндік аламыз, ұшақты қалай? Велосипедтің зияны. Оны спортпен айналсақ та болады, велосипедтің. Көлік сияқты газ шығармайды. Жақсы, керемет. Көліктің түрінде, ішінде. Қай көлік түрімен Алматы қаласынан Астана қаласына жолдан жете аламыз? Жақсы, ұшақпен біз кем дегенде 1-2 сағат көлемде тез ұшып барамыз. Ал көліктің түрінде неше сағат жүреміз? 12? Кем дегенде 12-13 сағат жүреміз, Жақсы, Мария. Ал автобуспен бара аламыз ба? Неге бара аламыз балалар? Велосипед түрмен астында алдыға жетуге бола ма? Жоқ, болмайды. Сонда бізде көліктің түрі қандай екен, балалар? Ұшақ. Яғни біз ұшақ арқылы белгілі бір жерден белгілі бір жерге жылдам жету мүмкіндігін ала аламыз, Бұл жеңіл көлік. Ол адамдарды бір жерден екінші жерге тасиды. Бұл автобус. Көбірек адамды тасымалдауға арналған үлкен көлік түрі. Бұл жүк көлігі. Ол ауыр заттарды тасиды. Бұл трактор. Ол егін егуге, жер жыртуға көмектеседі. Әуе көлігі ұшақ. Ол адамдарды алыстағы қалаларға тез жеткізеді. Су көлігі қайық. Ол суда жүреді. Түрлері бар екен. Алинұр? Ұшақ. Мариям? Машине. Жанель? Автобус. Аңсар? Заңғар? Жақсы. Айбар? Алихан? Су көлігі. Жақсы. Бейбарыс? Әуе көлігі. Дәулет? Жүк көлігі. Айбар? Жақсы. Балалар қараңдар, біз көліктің түрлерін атадық. Алматы қаласынан Астанаға тез жету үшін біз ұшақ түрін таңдаймыз. Ұшаққа отырып көргендер бар ғой? Балалар, мына суретте Айбекке жүгіруге, жылдам жүгіруге не кедергі болып отыр? Сөмкесі. Сөмкесі оның қандай? Ауыр. Және көлемі? Үлкен. Жақсы. Тағы да не кедергі? Көзайым? Аяқ киімі. Аяқ киімі оның көлемі үлкен болып тұр, аяғына үлкен болып тұр. Жүгіру оған қиынға соғып тұр. Тағы да не нәрсе? Кері әсерін тигізіп тұр. Алихан? Қалтасы дейді, жақсы, мүмкін қалтасында ауыртпалықтар болуы мүмкін, Жақсы. Тағы да не кері әсерін тигізіп тұр? Керісінше, оның басындағы бас киімі бейбарыс күннен қорғануға көмектесіп тұр,
Ақпанның 4-і сынып жұмысы. Дененің қозғалу шапшаңдығы жылдамдық деп аталады. Көркем түрде жазамыз. Үшінші топ керемет. Бірінші топ керемет. Дәптеріміз қапталмаған. Екінші топ. Төртінші топ керемет. Ал, мысалы қараңдар, сендер есікті ашқан кезде былай итересіңдер. Және жапқан кезде итеріп жабасыңдар. Сонда бұл жерде біз итеріп арқылы күш көрсетіп тұр екенбіз. Бұл бізде күш, ал жаңағы қозғалатынымыз, топты жай қатал лақтыратынымыз ол бізде жылдамдық екен. Бүгінгі дәрісте біз сол тақырып жайлы, бүгінгі сабақта сол тақырып жайлы өтіп жатырмыз балалар. Енді бір серім Жануарлардың қозғалу жылдамдығы неге әртүрлі болады екен? Мариям? Яғни жаратылысы әртүрлі болады. Алихан? Кіші болып жаратылған, жақсы? Яғни дене бітіміне байланысты болған. Секіріп жүреді. Оның артындағы жібінен бір шақса, ол сезіп жүріп кетеді. Керемет, мысық. Мысықты ұстасаң, ол жүгірмейді. Ұстасаң, Бірақ оның ұйықтап жатқан кезде ұстасаң, ол жылдам кетіп қалады. Жақсы. Қоянды басқа кім айтады? Алихан, айтшы, қоян неге жылдам? Қоян өйткені ол үлкен. Ол бізде орташа болады, ал алып бізде ол жерде ат қойсын. Екінші топта баяу қозғалатын жануарлар. Тасбақа. Тасбақа жай жүреді. Ол шыққанда бұлай жүреді. Жақсы. Керемет түсіндірді, Керемет. Бізде үшінші топ. Үшінші топтағы тапсырма екі жануарды салыстыру, Кім айтады? Әлинұр. Яғни бұл жерде бір жануар баяу және бір жануар жылдам, тасбақа. Дұрыс, яғни ол баяу қозғалатын жануар. Төртінші топ бізде сәйкестендіру тапсырмасын орындады, көрсете онда. Тыңдаймыз. Тасбақа өте баяу. Ал ат жылдам. Керемет түсіндірді, Жақсы орындадық. Соңғы тапсырмамызды қанекей өзімізге 3 шапалақ. Мариямда бүгін 10 галочка жиналыпты. Мен Мариямның бүгінгі сабаққа қатысуына жауап бергеніне қанағаттанамын. Толықтай бәрін орындап, қатесіз де әдемі де жазып отыр. Сол себепті лайық. Алиханда неше галочка? Алиханда бүгін сабаққа өте белсенді болды. Жанель? Керемет, Жанель де 10 галочка, яғни сұрақтардың бәріне жауап беріп, белсенді қатысып отыр. Айша? Айша да 7. Жақсы, Айша. Келесі сабақта жылдамдықты арттырамыз. Айша? Бейбарыс? Бейбарыста 10. Бейбарыста барлық сұраққа жауап беріп, әрдайым белсенді болды. Аңсарда неге 8 болды? Жазуымыз қате болды. Сол үшін 7 алып қалдық. Келесі сабақта жазуды дұрыстаймыз. Айсұлтанда 10. Жақсы, Айсұлтан сұрақтарға да жауап беріп отыр. Яғни тапсырмаларды уақытылы орындап отыр. Көзайымда нешен галочка болды? 6. Көзайым сұрақтарға жауап бермей қалды арасында. Сол үшін келесі сабақта белсендірек боламыз. Аяру
белсенді болу керек сабақта. Я, Айруда бүгін бала аз болып қалды. Азаматта нешеу белсенділігімізді арттырамыз. Және Алиханда 3 болып қалды. Я, Азамат көбірек сұраққа жауап беріп, Альнұрда 4. Топта бірігіп жұмыс жасағандарыңа қойдыңдар ма галочка? Заңғарда 5. Жақсы, бәріміз тырысып отырмыз. Аялада 5. Жақсы. Алишада